билікке келгеннен бері оның бар арманы кеңес одағын қайтадан жаңғырту. Енді ол сол үшін жанталасып жатыр. Енді бұл Евразиялық экономикалық одақты ол өзінің саяси мақсаттарында өрбітуге ұмтылыс жасап жатыр. Енді осы одаққа кіргелі біз экономикалық өзіміздің тәуелсіздігімізден толық айырылдық десек, ешбір қателік жоқ. Біз енді әрбірдесін тіпті мынау кеше ғана көршілес ауылда сүт өндіреді, бүйтіп сүтті қараңызшы, не деп жазып отыр, қайда өндірілді? ЕАЭС, Евразиялық экономикалық одақта өндірілді. Сөйтіп тіпті Қазақстанның мейд Қазақстан деген жоқ енді. Енді барлық өнімнің барлығы, тіпті огородыңда картоп шығарсаң, оған тағы да мейд ЕАЭС немесе Европалық одақта шығарылды деген. Бұның барлығы толық экономикалық тәуелділікті көрсетеді. Міне осындай жағдай. Сондықтан да әлі де кеш емес, әлі де жағдай өзгеруі мүмкін. Ол өзгеріс тек қана біз мынау одақтан, Евразиялық экономикалық одақтан бой үзіп шығу арқылы ғана біз еркіндікке шығып, өзімізге өзіміз, өз қолымыз, өз аузымызға жететіндей экономика құруымыз мүмкін. Әзірге біз барлық істеп жатқан тірлігіміздің барлығы тек қана Ресей Федерациясының мақсат мүддесін көркейтуге, соның мәселесін шешуге бағытталып отыр. Міне мысалы Евразиялық одақтың өзі мүшелікке біз өткен кездегі мына кедендік мәселеден басталды ғой барлығы. Кедендік одақ болды әуелі, кедендік келісім болды, одан кедендік одақ, одан кейін мына кедендік кеңістік деп аталды. Сөйтіп ақырында Евразиялық одаққа көштік. Бұның барлығы айналып келгенде сол Путиннің кеңес одағын қалпына келтіру деген саясатының бір, былайша айтқанда, бір пұшпағы. Енді қазір мысалы соғыс жүріп атқан кезде мына кедендік жүйеден түсетін табыстың бізге тиесілі 6,995 және 7% дейік. Қырғыздар 2%-ға жақын, 1,9. Армения 1,22% дейік. Беларусь 4,68 және 5% дейік. Ал 85% кімге түсіп жатыр? Ресей Федерациясына. Ал енді 3 жыл бойғы соғыс кезінде салынған санкциялар бар. Тіпті әрдесін Ресейге тікелей товар тасымалдау, оның кеден арқылы өту мүлдем мардымсыз. Барлық кедендік іс-шаралардың барлығы ол біздің аумағымыз арқылы, Қазақстан арқылы өтіп жатыр. Ал бірақ түскен табыстың 85%-ын Ресей алып жатыр. Бұл тіпті ешқандай жаңағы неге әділдікке, әділеттілікке ешбір сәйкес келмейтіні түсінікті. Сондықтан да бұған тосқауыл қою керек. Соғыс ең болмаса, соғыс кезінде уақытша Евразиялық одақтың мүшелігінен шығу қажет деген мәселе көтеру керек деп айтқалы 2 жыл болып қалды. Айтып жүрміз, бірақ оны құлақ қағыс етер адам жоқ. Мысалы, Серік Жұманғарин айтады, біз кедендік жаңағы баж салықтарының үлесін қайта қарау мүмкін емес дейді. Неге дейді? Өйткені оны жалпы мүшелерінің дауысы арқылы. Ал дауыс тасалатын болсақ, Ресей Федерация мен Беларусьның дауысы бәрібір жаңағы шешуші дауыс болып шығады да, сондықтан ал ендеше мұндай жағдай туындағанда өзіміз неге тонатып қоямыз біз кедендік біздің жүйенің жұмысын, неге тонатамыз? Сондықтан да
уақытша соғыс аяқталғанша біз Евразиялық одақтан шығамыз деп неге мәлімдеме жасамаймыз? Мысалы, Армения ешбір қорықпастан, ешқандай қиындықта көрместен ОДКБ-ден шықты мүшеліктен. Ал біздікі не сор десейші, мен таңғаламын да. Мынау енді халықаралық деңгейге келсек, 10 есе кем Израиль қорқып жатыр ма, үркіп жатыр ма Ираннан? 10 есе халқы кем, 40 есе жері кем Украина ағып қорқып шошып жатыр ма Ресей Федерациясынан? Пар шықты ғой. Неге сонша біз су жүрек, қоян жүрек болып кеткенбіз бе? Бұрынғы батыр бабаларымыздың салты қайда? Біз неге мынау қой енді, мынау сенің тонау болды мынау одағың. Біз шығамыз, уақытша шығамыз дейік, жарайды, уақытша алаңдама, ертең соғыс аяқталғасын қайттан кіреміз деген сияқты себеппен неге шыға салмаймыз? Мен Серік Жұмағаринге тура осындай сұрақ қояр едім. Жарайды, егерде мынау тонаушылықты біз тоқтата алмаймыз дедіңіз сіз, өйткені оның қарастыратын болсақ, дауысқа салатын болсақ, бәрібір Ресей мен Беларусьтың дауысы күшті болады, сондықтан да біз бұл шеше алмаймыз дейтін болса, уақытша соғыс аяқталғанша біз неден шығайық десе болған жоқ па деген сияқты осындай тікелей сұрақ қойғым келеді.